Армысыздар, құрметті көрермендер, не жаңалық YouTube арнасында жақсы жаңалықтар бағдарламасының екінші шығарылымы. Тек қана жақсы ақпаратты сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Ешқандай негатив, коронавирус деген сияқты әңгімелер бізде болмайды. Кішкене болады, көп болмайды. Мен Әлімжан Асқаров, масканы былай тағу керек, осылай барлық жер жабылып, ауа кірмейтіндей болу үшін. Дегенмен үйдемін, өз ауамы өзім тұншықпау үшін ашып қояйын. Екінші шығарылым, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. 2-3 секунд бере тұрайын. Басыңыздар ма? Тіркелдіңіздер ме? Кеттік! Астана, Алматы, Шымкент қалаларында инфекциялық аурухана салынады, шұғыл тұрғызылатын. 3 апта ішінде салынып бітсе екен дейді. Өзбекстанда ондай бар, қанша күн Өзбекстанда? 5 күнде жасады, және Қытайда, ол жерде 10 күнде ма тұрғызып біткен еді. Ондай инфекциялық аурухана Қазақстанда 3 апта береміз дейді. Бұл жерде біраз дауда туындаған BI Group компаниясы ауруханаларды салып беремін деген ақпарат тарады. Көптеген фейк аккаунттардан BI Group'ты жамандап жаза бастады әлеуметтік желілерде. Олар әлі ешқандай келісім болған жоқ, тендер ойнатылған жоқ. Неге бұл компания соғады деген сияқты. Бұған BI Group'тың басшысы Айдан Рахымбаев Facebook'те жазба қалдырды. Құрылыс компаниясы тегін соғып береміз дейді. Рахмет BI Group компаниясына, көп алғысымызды білдіреміз. Осындай қиын қыстау кезеңде жасап жатқан жақсылықты жария еткен жөн деп ойлаймын. Мысалы, бізде көптеген жұлдыздар андай бір билеп, ән айтып біз біргеміз деген сияқты флешмобтар құрып жатыр. Түкке қажеті жоқ. Әншілердің жасап жатқан әрекеттері қазір барынша қаржылай көмек қажет халыққа, тым болмаса азық түлік алып беріп, сондай бір игі істер жасайса екен дейміз. Мүмкін жасап жатқан шығар, мүмкін айтпай жатқан шығар, бірақ дәл қазір жария еткен дұрыс. Себебі бұл халыққа үлгі болады. Мысалы, BI Group компаниясының жасаған ісі келесі бір адамды, келесі бір компанияны жақсылыққа итермелеуі мүмкін. Айдан Рахымбаевтың айтуынша, олар өздерінің соққан қонақ үйлерін, өздеріне тиесілі отельдерді барлығын мемлекетке тегін беріп жатыр дейді. Ол үшін мемлекеттікті ақша төлейміз деп те айтқан, ал BI Group үзілді-кесілді қажеті жоқ деді. Ол ауруханаларда қазір дәрігерлер тұрады, себебі олар науқастармен тікелей байланыста, үйлеріне қайтқысы келмейді, қорқады әлбетте, үйдегі адамдарды жұқтырып аламыз ба деп уайымдайды. Сондықтан олар қонақ үйде қазір тұрып жатыр, ал ол қонақ үйлерді BI Group компаниясы тегін беріп жатыр. Және мына 21 күннің ішінде, тіпті Хола Ньюстың айтуынша 2 аптаның ішінде де бітіріп тастайтын ауруханалар, инфекциялық ауруханаларды BI Group тегін соғады. Ауруханалар жетеді Қазақстанда, бірақ бұл инфекциялық емханалар не үшін керек? Ол жақта вентиляция, ауаның жүруі басқаша құрылған. Дәрігерлер мен науқастардың арасында инфекция тарауы азаяды. Соның арқасында әйтпесе қанша қазір 120-дан астам дәрігер коронавирусты жұқтырып алды деген ақпарат бар. Өте жүректі ауыртатын сан. Айдан Рахымбаевтың айтуынша, бұл ауруханаларды соғатын құрылыс материалдардың барлығы Қазақстан ішінен алынады. Ешқандай шетелге тапсырыс жасамаймыз дейді. Тапсырыс жасау да мүмкін емес. Шетелден қазір бізге зат келмейді. Сондықтан өзімізде барын құрылыс материалдарымен жасап шығарамыз дейді. Рахмет BI Group компаниясына, және барлық қазір жасап жатқан садақалар мейлінше жария болса екен деймін. Өз ойым. Жүз жиырма дәрігер коронавирусты жұқтырып алыпты. Аса қауіпті жұмыс. Басында мен дәрігерлерді қолдай, оларға рахмет, қазір олар соғыстағы әскерилер сияқты деген секілді әңгімелерді еститінмін, бейжай қарайтынмын, бірақ қазір негізі өте қауіпті екендігі түсінікті. Қазақстанға дәрігерлер аса қажет. Осындай кезде біз сіздердің еңбектеріңізді жіті бағалаймыз, өте қатты разымыз, алғысымызды білдіреміз.
Қасым Жомарт Тоқаев енді әр ауырған дәрігерге 2 миллион теңгеден берем деп уәде берді. Оны мына 42.500 теңге сияқты жыр қылып тастамай, уақытылы керек кезінде есеп шоттарын аударады деп сенеміз. Қайран 42.500 теңге. Өткен бірінші шығарылымда мен айтқам сіздерге 42.500 теңгеге өтінім бүгін кешке тапсырамын. Ертең алғаннан кейін қалай процесс жүзеге асқандығын таныстырып кетемін деген, бірақ олай болған жоқ. Мен әлі ақшаны ала алмадым. Алу әзірге қиын. Бірақ бұл жақсы жаңалықтар. Қандай жақсы жаңалық бар бұл жерде? 17 қосымша Telegram боты іске қосылды. Істеп тұр бот, ешқандай ақау жоқ, дегенмен күту керек. Жарайды, тосамыз. Үшінші шығарылымда ақшаны алдым деп сіздерге ақпарат тарататын шығар. Апай, не, дене шынықтырудан киінеміз ба? Кеше мектеп оқушылары үшін 4-ші тоқсан басталды. Ерекше тоқсан болады. Қашықтан оқытылады. Оқушылар теледидар көмекке келді. Ел арна және балапан арналарында сабақтар өтеді. Одан бөлек интернет арқылы мұғалімдер мен оқушылардың байланысы түзіледі. Өкінішке орай интернет арқылы онлайн оқыту деген Қазақстанда жүзеге аспайды екен. Білім министрі мойындады. Біз оған әлі дайын емеспіз деген сияқты. Көбісінде интернет жоқ, бар болса да жылдамдығы өте нашар. Видеоны 360-пен көріп жатқанда не жаңалықтың көрермендері бар емес пе. Тіпті теледидары да, интернеті жоқ адамдар да, оқушылар да бар екен. Оларға радио көмекке келді, қазақ радиосында сабақ өтеді деп. Ол да мүмкін болмаса не істейміз деген сияқты сұрақ 20 мың оқушыда туындапты. Қазақстан ішінде 20 мың оқушы Қазпошта арқылы оқиды. Қазпошта мұғалімдерден тапсырманы алып, оқушыға курьерлік жеткізу арқылы табыстайды. Кейін оқушы ол тапсырманы орындап береді, Қазпошта қызметкерлеріне береді. Олар мұғалімге апарып береді, сөйтіп арада осындай контакт орнайды. Кітаптар тасу жүзеге асады екен Қазпошта арқылы. Бірақ егер сіз ата-ана болсаңыз және сіздің балаңыз пошта арқылы оқитын болса, 8-ші сынып оқушысы дейікші, бірден 9-шы сыныптан кітабіне тапсырыс бере беріңіз. Ол кітап келем дегенше балаңыз 9-шы сыныпқа өтіп кетеді. Жазда неге оқытпайды балаларды деген сауал туындауы мүмкін. Инфекция басылғаннан кейін, карантин аяқталғаннан кейін неге жазда оқыта салмайды, қазір демалыс жасап деген ой көп адамға келді. Бірақ білім және ғылым министрі Аймағамбетов айтуынша біз қазір жазда оқытсақ, сөйтіп күзде қайтадан келесі сынып басталып кетсе, оқушылар демалып үлгермейді. 9 ай бойында олар кейін қиналып қалады. Оның барлығын ескердік деп ақпарат айтты. Сондықтан бұл жасап жүргендігі өте дұрыс сияқты. Ежаналық парақшасының арнасының барлық ұжымы Аймағамбетті қалай жақсы көретінін білетін шығарсыздар. Біз ол кісіні қатты сыйлаймыз. Сондықтан жасап жатқан істері барлығы оң болсын деп тілейміз. Министр мырзаға осы қиын кезде сәттілік. Коронавирус жайлы ақпараттар легінің ішінде жоғалып кеткен бір жаңалық бар. 3 сәуір күні Қарағанды қаласында Октябрь аудандағы үйлердің бірінің жанында қоқыс контейнерінен 1 айлық сәби табылған. Нәрестені жедел жәрдем бригадасы тексеріп шығып, дене жарақаттарын таппады. Дін аман дейді. Ол бала тастап кеткен көкек ана табылды. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 3-ші бөлігі, 96-ші бабының 1-ші бөлігі адам өлтіруге оқталу, ниеттену деген шығар. Бойынша қозғалған қылмыстық іс шеңберінде болған оқиғаның мән-жайы қазір анықталуда. Осыдан 3-4 жыл бұрын қоқыстан сәби табылған кезде бар Қазақстан аяққа нық тұрып, бұл не масқара деп талқылаған еді. Өкінішке орай бұндай ақпараттарға етімізді үйреніп қалды. Анасы табылғандығы жақсы жаңалық.
Жоғалып кеткен алматылық үй жайсыз жүргендер туралы видеоға Жоғалып кеткен алматылық үй жайсыз жүргендер туралы видеоға полиция түсініктеме берді. Бомждар жоқ, Алматыда қайда кеткен ешкім білмейді. Уайымдай бастадық қой, қазір олар үйсіз адамдар үйде болыңыз, үйде шықпаңыз деп жатырмыз. Бомждар қайтеді деген сияқты ғой, бізге келді ғой, дұрыс па? Келді. Енді алматылықтар уайымдай бастаған кезде қалада бомждар жоқ, қайда кеткені белгісіз. Мынандай видео шықты. Вот мына қазір әкеп газельмен тастады, ана жаңбыр жауды, и они туда все не знают, они куда уходят, бәрі талдың арасына куда-то уходит все. Жас балалар, үлкен кісілер. Қаладан әкеп отыр ма бәрін жинап? Саяхаттан әкеттім мен. Саяхаттан. Сізді қайдан алып келді? Саяхат. Енді қалай өмір сүресіздер? Айттыңыздар ма, қалай өмір сүреміз деп? Өз қаққан білейік, бұяқта өткізіп қойдың обратно түсінсіз. Қайтамызды да ойлағанбыз қалаға. Сонда бі обезьянник еш жаққа барған жоқ, прямой жаққа келіп отыр ма бәрін? Алматыдағы барлық үй жайсыз жүргендерді жинап алып қала сыртына шығарып жіберген деген ақпарат тарады. Егер бұл рас болса, қандай иттірлік, мынау адами қасиеттің шеңберінен шығып кеттік деген сөз. Бірақ полиция департаменті түсініктеме берді. Түсініктеме бойынша бұл ақпарат жоққа шығарылды. Бомждардың барлығы қажетті, керекті мекемеде, арнайы мекемеде деп айтты. Сондай түсініктеме берілді. Мына видео фейк деген әңгіме таралды. Бомж деп жатырмын жаңадан бері. Орыс сөзі, аббревиатура без определенного места жительства. Бірақ қазір толерантты қоғамда өмір сүреміз. Оларды бомж, қаңғыбастар деп атау дұрыс емес шығар, мүмкін ренжіп қалатын шығар. Біз барлығын қазір басқаша атайтын заманда емес. Сондықтан бомж дегенді басқа сөзге ауыстыру керек. Мысалы, қандай? Мысалы, белгісіз орныққан мекені жоқтар. Белгісіз орныққан мекені жоқтар. Қысқартқанда бәрібір бомж деген шығады екен. Есесіне қазақша аударып бердім. Сонымен бүгінге арналған 5 жаңалық осымен тәмам. Жақсы жаңалықтар көп емес, түсінікті де. Дегенмен келесі айда, мамыр айында біздің шығарылымдар 40 минуттық, 50 минуттық бағдарлама болады деп үміттенемін. Ал әзірге біздің парақшада ақпарат тыңдап жүргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі шығарылымды күтіңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Әлімжан Асқаров.